Арекетнын етекчісі Эммануэль Макрон Франкистанда президент сайлауларының бірінші басымағында ғалебе қазанды. Рейлерінің 24.1 файызыны қазанды. Нәтижелері мемлекетінің іч ішлерінің зерлігі тарафындан ашкар етілді. Екінші басымақта о Марин Ле Пен еле көрішежек. Она френклерінің 21.3 файызы қол тұтты. Сайлайжыларының қошылығы 77.77 файызны тешкілетті. Ичтимаи соравларының нәтижелері екінші басымақта Макронның ғалебесіні тахмин еті. Екінші тур майысының едісінде кечірілежек. New York Times араштырмасына көре Макрон бұйық шәрлерді ве иқтисади жеттен инкишаф еткен регионларда біріншілікні қазанды. Шу вақытта милли жебе етікчісі Марин Ле Пен ішсізлік севиесі юксек айлықларының севиесі есе алчақ олған регионларда ғалебе қазанған екен. Бұл регионларда чықышта бұлынып, көчівні тоқтатмаға ве Авропа бірлігі еле мұнасебетлерінің ғайрыдан бақып чықмаға ваде еткен еді.